Еба. Телепорт өлтірді достар. Джимен! Оригинальный Джимен! Точно оригинал. Бізді енді екінші рет алдамайды бұлар. Скибиди туалеттің 67-ші сериясының екінші бөлімі шықты. Я, достар, өте особенный видео болайын деп тұр. Бұл бүгінгі видеом себебі түнгі сағат 1-де бірінші рет видео түсіріп жатырмын. Точнее, түсіріп жатқан жоқ, мен шығарамын осы видеоны қазір сағат түнгі 1-де. Егер сендер осы қазір бірінші көрген болсаңдар, енді вообще енді білмеймін енді. Мен күтпедім бүгінгі серияны. Жолда машинада кетіп бара жатырмын, маған мына сообщение келеді ғой, Скибиди туалеттің екінші серия шықты дегенше. Соң резко үйге айналып бардым да. И в общем видеоны сендерге жазып жатырмын. Менің бірінші реакциям, обзорын ертең шығаратын шығармын. Ертең емес, ар күні, может, обзор, короче, дайын болғаннан кейін сразу онда дайындап шығарамын. Бүгін әшейін реакциямды көретін боласыңдар. Так, видео басылмай тұрып, обязательно лайктарын басыңдар, комментарий қалдырыңдар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Есіне шыққан не істеу керек екен. Так, как обычно, бірінші 67 сериясының бірінші бөлімінен бастайық. Егер көрмегендер болса, солардың естеріне түсіріп жіберейін мен не болған. В общем, мына біздің скибидистер, короче, точнее, біздің камералар, ё-ма. Біздің камералар Скибиди туалеттің базасына шабуылдайды. Бірақ, бізді, короче, Скибиди туалет күтіп алады. Сосын біздің байқұс операторымызбен камераны өлтіретін. Бұның бәрін, по идее, мен обзорда айтып кеткен болатынмын. Бірақ, короче, вдруг көрмегендер бар. Соларға естерінен түсіріп жатырмын. Бір дафакты көрсететін жер бар еді, жерде ше, есіне шығып кетті. Қай жерінде басында көрсетпайды, дафакты көрсетпайды, короче. Мынау лаборатория. Анау есік тұр ғой бір. Сол лаборатория скибидистердің ше. Ендігі сериясында осы жерде соқсу керек еді бұлар ше. Болды. Спикермен мен камера бос, короче. Спикер бос мен камера бос. Скибиди зом ғалымды кездестіреді осы серияда. Ал ендігі серияда не болатын енді вообще бір құдай білет, ё-ма. Так. Кислотамен жаға жетті, короче. Болды ғой, өлді, короче, қайтты ғой. Шапалақтар ұнайды маған, сендерге де шапалақтар ұнайды деген ойдам ше. Бұлардың шапалақтары отдельный вид искусства ғой, ё-ма, ше. Маған өтеді мынандай. Чпох деген звук ше. Так, зом ғалым. Болды, достар. Осы жерде бірінші бөлімі бітіп қалған. Мен сені айырамын деп өстіп камера болса айтады да, и видео бітіп қалады. Ал енді срочно 62-ші серияға өтеміз да. Ал достар, біз енді 67-ші серияға көшетін боламыз. Ё-моё, енді не күтіп отыр? Мен вообще шок боламын қазір. Точно, мен гарантиярым сендерге ше осы видеодан мен. Прям көп нәрсе үмітімді ақтау керек бұл видео ше. Мен бір апта күттім ол бұл серияны. Зом ғалым, камера бос, спикер бос. Айырсаңдаршы. Давай, родной, коронный лазер. Лазер мощный. Ладно, бірақ мен аккуратно көрім керек, может, бір төбелестен басқа. Как обычно, спикер бос пышағымен қолданады. Ух ты, кислота. Стоп. Мен бір нәрсе көрген сияқты болып қалдым, бірақ маған может показалось. Тоқтаңдаршы. Так. Бір көк силуетті көрсетті да, мынау не? Мынау көк не? Көк, мынау бір нәрсе көк болып тұр ғой. Мақұл, оны сосын түсінем. Аха. Лазер. Жаңағы кислотаның біреу. В общем, анау бір судағы осьминог бар емес па? 8 несі бар. Сол сияқты кетші, чек полктағы. Міне айттым ғой мен сендерге, бір көкті байқадым ғой ше, не бір көк бір нәрсе болды ғой мына жерде. Бұл, короче, біздің телепортмен екен ғой. Ол өтіп кетті бағанағы жерде. Мақұл. Бәсе, блин. Эпично көрсеткен еді, ма? Серьезно? Кумангарш телепортты өлтірді ма не? Еба. Телепорт өлтірді, достар. Джимен! Оригинальный Джимен! Точно оригинал. Бізді енді екінші рет алдамайды бұлар. Көзіңіз нұры телевизор?
бізге линза киді. Бірақ ананың линзасы жоқ қой, линзасын сындырып тастады ғой. Телевизор, жоқ, камера босты өлтірді ма сонда? Стоп, реально камера босты өлтірді ма? Камера босс өзін өлтірме, жынды ма мынау? Спикер босқа не болды? Стоп, мен что-то бойды вообще түсінбеген сияқтымын. Спикер босқа кислота тиді. Сосын бұл атты. Бұл жаты қапты ғой. Бұл жаты қапты ғой, Еба, телепорт мен екен ғой мынау жаңа құтқарып атқан. Уақытты тоқтатты да. Динамикпен тоқтатыпты ғой. Бәсе мен что-то сәл внимание обращать етіппін. Блин, G-Man. Линзасын сындырды, дұрыс қой. Телевизор. Бұнда енді. Бірақ ешкім байқаған жоқ қой, Дафактың қолына құсайды ше. Дафактың қолына құсайды мынау. Біз Дафактың атынан көріп жатырық, мен сендерге гарантия беремін. Дафак! Это Дафак! Серьезно? Мен мынау несінен байқадым, қолындағы көйлектен көк көйлек киіп жүрді ғой. Еба! Мен бірақ көп нәрсені байқамын, бұл видеоға ше мен обзорды біраз дайындаймын деймін ше, ертең кешке шығады обзор, точно сендерге айтайын. Дафак! Мынау, міне, қолының не дейді, рукавасы, короче, ше, көйлегінің несі ше, ой-ё, каламаны. В общем, көк көйлек көрінді, бұл Дафак точно, біз Дафактың атынан қарап жатырық. Еман. Мынау өзін өлтірді ғой. В общем, достар, мынау енді вообще енді. Достар, короче, бұл сразу айтайын, мен бұндай серияны күткен жоқпын. Бұлар негізі ұту керек еді, камера босс пен спикер босстар өлтіру керек еді, бірақ блин, бұндайды вообще күткен жоқпын. Телепортмен өлді, достар, епа, оның бәрі. Телепортмен не за что кетті ғана жерде ше. Точнее, Вантусмен. Блин, ёкалмане вообще. В общем, мына серия ше. Енді, блин, айтамайым. Сөз жоқ, короче. Мен бұндайды күткен жоқпын, по идее, Дафактан ше, осындай скибидистердің ұтатын сериясын шығарып деп ойлаған жоқпын. По идее, біз ұтуымыз керек едік уже. 67-ші серия, біз уже зомғауымды хотя бы ұту керек едік та. G-Man болсын, мақыл. G-Man, өтірік G-Man болып шықты оны. Өтірік өлтірді, қайтадан G-Man де оралды. Дима, бұл видеоны, короче, мен асықпай 10 рет көруім керекпін. Сосын тағы обзорларды көрішу керек. Біреулер тағы түсірген шығар обзорларды. Мен тек Дафакты ғана байқадым. Телепорттың басында өткен байқадым. И көп нәрсе байқамадым, бірақ екі көргеннен байқамайсың. Мұжып көре беру керек бұл серияны. Бірақ, достар, сендерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Обязательно лайктарыңды басыңдар. Комментарийді не байқадыңдар, может, сендердің не комментарийларды оқимын ғой мен. Сияқты комментарийді жазсаңдар, мен ендігі видеода айтамын, мына подписчик мынандай нәрсені айтты деп ше. В общем, видеоны менімен бірге көргендеріңе үлкен рахмет. Обзорды ертең кешке күтіңдер. Обязательно күтіңдер, обзор шығады ертең. Точно айтайын сендерге. Обзор аргүні шығады. Тағы 11-ші серия шығыпты, ерекше әлемнің 11-ші сериясы шығыпты. Оны да көру керек болып жатыр. Мен оқыдым комментарийді. Просто бүгін шығарғым келді. Бүгін менің планым бойынша, бүгін ерекше әлемді көрім керек едім да, 11-ші серияны. Сендерге айтып беруім керек еді, не болғанын, не қызықты моменттерін айтып беруім керек еді. Бірақ скибиди туалет вообще неожиданно шықты. Сондықтан да енді бүгін скибиди шығаратын болдым. Ал біз енді қоштаспаймыз, достар. Келесі видеода кездескенше. Давайте.